іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ орта каналым. Видеоның басымен жатып сіздердің тек қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу және де видео лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де біздің ВК группама қосылсаңыздар болады. Оны сіздер төмендегі сілтеме арқылы кіре аласыздар. Және де бұл жерде біз тағы да бір видео түсіретін боламыз. Бұл видеомыз, бүгін видеомызда енді бауырымыз, былай айтқанда FIFA-дағы қазақ бауырларымыз Исламханды бүгін көтеретін боламыз. Бұл ойыншыны 90-ға көтереміз. Алдыңғы былай айтқанда көп уақыт бұл ойыншыны Исламханды көтермегенімізге, сондықтан біз бүгін бұл ойыншыны 90 рейтингке көтеретін боламыз. Және сіздермен бірге әзір жасаймыз. Біздің бауырымызға көптен күткен ойыншыларымыз Зайнуддинов бар, Исламхан бар. Енді алдағы уақытта FIFA-да өте көп болады деген ойдамыз. Ойыншыларымыз көптеген осы Россия премьер-лигасына кетіп жатыр, сондықтан да алдағы уақытта жақсы ойыншылар шығып қалуы тиіс. Және де біз монеталарымыздың бәрін осы ойыншыға жұмсайтын боламыз. Енді бізде опыттар болды. 90 рейтингке көтерілу үшін бізде 1.390 монетамызды құртатын екенбіз. Бірақ бұл біз үшін енді шыны керек бір жандану сондай сияқты. Енді ештеңе аямаймыз, қазақ бауырымыз осында. Сондықтан да барынша осы монеталарымызды құртамыз. Ал кеттік, 1.390.000 осы ойыншымызға кетті. Міне көрдіңіздер, 90 рейтинг. Шыны керек бізде бұл жерде жылдамдығы 3 қосылды, ловкость 6, владение мяч көтерілген екен, подкат баспен жақсы, сила удар 13 беріпті, удар жағы кішкене көтерілген, жақсы. 5 рейтинг көтердік, өте керемет. Сондықтан да бірге көретін боламыз бұл ойыншы бауырымызды. Бұл енді салыстырып қарағанда бізде составта Бруно Фернандеш бар, сонымен бірге салыстырып қарайық. Сонда да төмендеу, 91 рейтинг көрдіңіздер ғой, өте төмен болып келеді. 90 қанша көтерген бұл ойыншыны ертең 100-ге көтерсек те, әрі кетсе 95-термен бірге сонда да қалып тұрады бұл ойыншымыз. Енді жылдамдығы да аздау болып тұр, көреміз бұл жерде. Да қараймыз, ловкость жағынан көп алады екен. Көбінесе енді красныйда тұрғандықтан өте төмендеу болып тұр. Сығырынсы да келмейді, бірақ та енді біздер үшін әзір жасаймыз осы бауырымызға. Көрек, рейтингіміз 112-ге түсіп кетті, өкінішке орай. Және де чемпион FIFA-да ойнайтын боламыз. Қалай ойнайтын ойын мәнерін көретін боламыз. Жақсы ойнау тиіс. Енді біреулер жазуы мүмкін, комментарияға, неге көтеріп жатсың қазір монетаны құртып деген сияқты. Бірақ та енді осы ойыншыларды біз өте көп күттік. Өз басым енді көп ойнап келе жатқандықтан бұл ойыншыларды көптен күткен таза қазақ бауырларымызды, сондықтан аяған жоқпын бұл ақшамды. Сіздерді аямайды деген ойдамын. Командаларымызда болғанда дұрыс бұл ойыншымыз Исламхан деген. Не жарқырап қазақ туы желбіреп тұрғандай болып көрінеді. Бізде енді 107 рейтингті ойыншы қарсыласымыз енді мүмкіндік туады деген ойдамын. Тырысып көреміз. Исламхан гол соғатын, және де гол соғуға тырысуымыз керек. Енді Исламханды күту ғана қалды. Бұл Исламхан, міне көрдіңіздер, бірінші гол салынды. Және де бұл Исламхан қателеспесем, жақсы. Көреміз. Исламхан, міне Исламханға бердік. Алыстан бір соққысын қалай соғады екен. Бұл жерде күтіп келе жатырмыз. Міне Исламхан Марселодан өте ме? Және де Жесус Навас қарсылас өтті, айналып Марсело топты тек тартты. Салақтан өте алмады. Және де Криштиано Исламханды іздеп жүр. Исламхан кішкене жылдамдығы аздау сияқты. Финт жасауда кішкене төмендеу, өкінішке орай. Исламханды іздеп келе жатырмын.
ыңғайына соқты және де қақпадан қиыс тағы да. Тек бір ғана гол соқты. Исламхан сапта жүріп, көп момент беріліп жатқан жоқ, өкінішке орай. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай. Достар, жалғастыратын боламыз. Енді біз Исламханды позициясын ауыстырдық шабуылшы ретінде, сондықтан да шабуылда Қайратта да ойнап жүргендіктен шабуылда көп араласатын еді. Енді айлайында ойнап жүргенде білмеймін, бірақ та енді сап ретінде ол ойнағаны рас. Енді көреміз қалай шабуылшы ретінде өнер көрсете алады екенімізде. Өз атакада өте қатты көрінуі тиіс, қорғаушылармен қалай тайталасатындығын көретін боламыз. Енді әуедегі топтарға да, енді әуедегі топқа көп таласады деп айта алмаймын. Бойы кішкене төмендеу болғандықтан көп араласпауы мүмкін шабуыл ретінде. Бірақ енді өзінің келген мүмкіндіктерін пайдалану керек. 85-ші рейтингте өз жасағында өте көп моменттерді пайдаланды бұл ойыншымыз. Исламхан енді 90 рейтингпен көреміз. Енді біздің қарсыласымыз 107, кішкене төмендеу рейтингте ойнағандықтан көреміз. Мүмкіндік көп болу керек. Исламхан ортада, бұл жерде Салахпен бастаймыз. Сон екен қасында. Сонымен бұл жерде сонды көрді Исламхан. Бұл жерде гол. Бірінші голын соқты. Исламхан тағы да сон көрді. Екінші гол, міне достар, көрдіңіздер. Мүмкіндігін пайдаланып жатыр. Исламханға көреміз. Сол аяқпен тек былай соққысы кішкене төмендеу. Оны да көрдік. Міне бірақ көтерілген сияқты еді сила удары. Сонда да бұл жерде әуе деген топқа көрек қалай тайталаса бастын бермеді, өкінішке орай. Көрейік. Бұл жерде Исламхан гол, үшінші гол. Хет-трик. Және де Исламхан соққысы тағы да қақпашы тіреп тастады. Бұл жерде Исламхан алыстан өте керемет міне удар. Жая Кодиді өте алмайды қорғаушылардан. Исламхан және де жақын бұрышқа теуіп қараған едім. Қақпашы өз орнында, өкінішке орай. Енді бұл жерде қорғаушылардың кезегі, қорғаушылар пайдаланбай қалды. Көрек бұл жерде қателестің ғой, дұрыс бас беріле алмай қалды. Исламханмен басшам деймін, бұл қандай қорғаушы, тағы да екінші рет және де гол. Көрдіңіздер достар. Өтті, енді білмеймін қорғаушы қандай екенін. Енді жақсы өнер көрсетті. Тағы бір ойнап көрек. Жақсы голдар соғып жатыр Исламхан. Сондықтан да қатты бір көргім келіп тұр шабуыл ретінде. Криштиану Роналдуны бір теңестіретін деп айта алмаймын, бірақ та одан кішкене мүмкіндігін жібермей тұр ойыншы. Міне бізбен қатар 112-ші рейтинг. Мүмкіндігімізді қалай көрек. Жылдамдығы да кішкене төмендеу, соққысы да төмендеу. Енді біздің қарсыласымыз бізді мазақ ретінде көріп жатқан сияқты смайликтермен. Енді ойын шешеді, оны біз шешпейміз. Міне керемет бірінші гол Исламхан. Және Исламханмен өтіп бара жатыр. Соққы алыстан, айттеңай. Бабу деген қорғаушы бізде Исламханмен теңестірді. Көрдік бұл жерде де Фердинанд қорғаушы. Исламхан көрді, міне допты бойынан асыр жіберді. Көрдіңіздер, өте керемет шабуыл ретінде де. Марсело да әдемі достар. Үшінші гол, әдемі гол достар. Шыны керек. Тағы да Алаба өткіземін. Алабадан өтті міне достар. Төртінші гол уже. Өте керемет Исламхан. Матчын өткізіп жатқан сияқты, міне тағы да гол. Өте керемет. Мүмкіндіктерін жібермей жатыр, және де бойдан өтті. Гол, тағы да гол Исламхан. Исламхан және де шешуші голдар. 8-ші гол уже. Тағы да гол, міне соққысымен 9-5. Қарсыласымыздың үні шықпай қалды уже достар. Қазақ бауырымыз атын үйрене алмайтқан сияқты. Исламхан әуедегі допқа, бұл жерде Исламхан баспен өте керемет достар. Көрдіңіздер ғой. Шабуылда да теңестірмеймін деп тұр ғой.
дем бермеймін деп тұр дейді, көрдіңіздер достар. Міне әуелеп көрсетеміз. Және де бұл жерде мен Исламхан шығар деп ойлаған едім. Исламхан, ай, бұл жерде келді. Допты, бірақ қақпашы тіреп тастады. Жақсы, өте керемет өнерін көрсетті, шыны керек. Ұнады, шабуыл ретінде цапта көп көрінбегендіктен өте көп ұнамаған еді, бірақ та шабуыл ретінде өз мүмкіндігін өте 100% орындады. Өте жақсы ойыншы. Енді данный момент енді сіздерде де болғандығын қалаймын, составтарыңызда болғандар да дұрыс. Осылай достар, сіздерге обзор ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса каналға жазылу және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Қолдауларыңыз керек бізге, тек қолдау көрсетсеңіздер болғаны. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.